Ынтымақ радиосunu men suyup dinleyip, ularda pagodalarda aytishlari, canlılıklarda aytishlari yoqadi menga. Ularni ishlariga iyilik tilayman bundan dağı. Uzoq yil ishlayversin ular. Degele etnoslarına oştoğu. Eminlerin ынтымағын birimligin tındığı için köp işlerde жұмыс атады. Ынтымақ радиосы деп Facebook'ta var da ошол жактан эмелерди бир окуп турам. Ынтымақ радиосын дайым укабыз. Бизге жакат. Бизден жакат дайым көп нарсаны укабыз, үйрөнөбүз, сабал жавап кылабыз. Жакшы, бизге жакат. Өзіміздің жергебіздегі ошағындағы радио болған үшін маған жағат. Жанымызда өзіміздің немеден телефондордан, мобильный телефондордан, домашний телефондон шығып алысқан немелерге, айылдағы ата-енелерге салам жолдап тұрабыз. Ынтымақ радиосуна қойып қалғанда бұл екі елде ортасындағы шындығында ынтымақты біріктірген, екі елді біріктірген жақсы радио ашылғанда шындығынан қуаныштамын. Радионы бір жашар толышымен құттықтаймын. Жақсы радио. Albatta yoqadi. Ko'proq o'zbekcha ham qo'yapsizlar, juda bizga yaxshi yoqyapti. Ынтымақ радиосы önüge versin. Şo uğup жүрөбүз. Yaxshi radio. Bundan keyin ko'p olib borsin. Teredasi teradagilar tanjoni sog' bo'lsin, hammasi yaxshi bo'lsin. Meni chiqarmang kızım. Men bularning ishine iyilik qalayım. Şu Qirg'iz elinde daima shunday yaxshi жаңылыктарды berip, shunday жаштарга, чыгарlarga elge bir yaxshi үлгүлөрдү, yaxshi сөздөрдү айтып, yaxshi маалыматтарды угуп, мен ошону tilейм. Ынтымақ телестудиясының бір жылдық туған күні болаттыр. Бұларға игілік қалайым. Программасы айға жабат. Жақтырып көрім, жаңалықтарын ұған. Чоң игілік. Бұндан дағы жақсы нәрселерге жетішсін. Ынтымақ телерадио компаниясы бір жашқа толып тұр. Біз ушул бір жашты көбөктө естегенибизге караганда эң сонун телевидение болду. Себеби жакшы көрсөтүүлөр даярданып атат, жакшы өбөлгөлөр түзүлүптүр. Ошон үчүн биз элдин атынан Ынтымак телерадио компаниясына туулган күнү менен куттуктайбыз. Телевидениянын өзүнө өбөл берсин.